Азаттық.орг сайтында Азаттық радиосы порталында 9 желтоқсан 2019 жылы Шыңжаң басшысы лагерь жайлы деректерді жоққа шығарып, Америка Құрама Штатының ұйғыр актісін сынады. 9 желтоқсанда Пекінде Шыңжаң өлкесінің басшылары жиын өткізіп, аймақтағы қайта тәрбиелеу орталығындағы кейбір адамдар оқуын аяқтағанын айтып, халықаралық ұйымдардың лагерлерде 1,2 миллион ұйғыр, қазақ және мұсылмандар отыр деген мәлімдемесін жоққа шығарды. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Шыңжаң басшылығы Пекіндегі мәлімдемесін шетелдік журналистердің Қытай лагерлерде қатысты құпия құжаттар жариялап, Америка Құрама Штаттары мен батыс елдері тарапынан сын күшейген тұста жасады. Пекіндегі жиында Шыңжаң өлкесінің басшысы Шохрат Закир шетел басылымдары жариялаған лагерлер жайлы деректердің бәрі ойдан шығарылған деп мәлімдеді. Бірақ ол қайта тәрбиелеу орталықтарында қанша адам барын ашып айтпады. Жиын кезінде Закир Америка Құрама Штатының ұйғыр актісін сынап, Вашингтон Шыңжаңға қарсы жала жабу кампаниясын бастап кетті. Бірақ Шыңжаңның дамуына ешқандай күш кедергі бола алмайды деді. Шохрат Закирдің сөзінше, Шыңжаңдағы науқан терроризммен күрес шарасы. Оның Америка Құрама Штатының антитерроризм шараларын еш айырмашылығы жоқ. 3 желтоқсанда Америка Құрама Штаты Конгресінің өкілдер палатасы Шыңжаңдағы аз ұлт өкілдерін қудалауға атсалысқан Қытай шенеуніктеріне санкция салуға мүмкіндік беретін ұйғыр актісін заң жобасын мақұлдаған. Құжатта Қытай билігінің Шыңжаң аймағында адам құқығын өрескел бұзып жатқаны жазылған. Конгрестің өкілдер палатасы заң жобасы Сенат пен президент әкімшілігіне жіберген. 9 желтоқсанда баспасөз мәслихатында Закир Шыңжаң билігі қайта тәрбиелеу шаралары жалғаса беретінін, оған тек қалағандар қатыса алатынын және жаңа студенттерде орталыққа келіп кетуі еркі болатынын айтты. Reuters агенттігінің жазуынша, Шыңжаң басшысының бұл сөздерін тексеру қиынға соқпақ. Себебі Қытай Шыңжаңға халықаралық ұйым өкілдері мен батыс елдерінің елшілерін кіргізбей отыр. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары мен қайта тәрбиелеу орталығында отырып шыққандар лагердегі жағдайды адам төзгісіз деп сипаттайды. Қытай Шыңжаңда лагерлер ашып, оған ұйғырлар, қазақтар және басқа да мұсылмандарды қамап жатқаны жайлы ақпарат 2017 жылы тарай бастаған. Пекин басында лагерлердің барын жоққа шығарып, кейін бұл жерлерде терроризм мен экстремизммен күресетін және кәсіп үйренетін орталық деп сипаттаған. Былтыр Біріккен ұлттар ұйымы Шыңжаңдағы лагерлерде 1 миллионға жуық ұйғыр, қазақ және басқа да мұсылмандар отыр деп мәлімдеген. 24 қарашада журналистердің халықаралық зерттеу консорциумы Қытай билігіне тиесілі құпия құжатты жариялады. Телеграмма деп аталатын құжатта Пекиннің Шыңжаңдағы лагерлерге қамалатын адамдарды анықтау жолы саяси тәрбиелеу орталықтарының қалай басқарылатыны жазылған. Құпия белгісі соғылған құжатта лагердегілер қашып кетпеуі тиіс, сондықтан олардың әр қадамын тәулік бойы видеокамерамен бақылау керек. Оларды жататын жерде, сабақ өтетін сыныпта, тіпті түскі ас кезінде де бақылауда ұстау қажет. Қытай тілін меңгеру басты талап деп жазылған. 16 қарашада америкалық New York Times басылымы Қытай билігіне тиесілі құжаттарды жариялаған. Онда мұсылмандар тұратын аудандарды ұдайы тексеру қажеттігі айтылады. Құжаттар арасында отбасы мен туыстары лагерлерге қамалған, өздері шетелде және ішкі Қытайда оқитын студенттерге шенеуніктердің не деп жауап беру керектігі көрсетілген. Қытай билігі бұл екі құжатты да фейк деп атады.